Сәлем балақай. Бұл видеода буынға бөліп оқуды үйренеміз. Буынға дұрыс бөліп оқу үшін ең алдымен дауысты дыбыстарды анық әрі созып айтуды үйреніп алуымыз қажет. Менімен бірге қайталайық. А, Ә, Е, И, Ы, Ә, О, Ö, У, О, Ö. Тамаша балақай. Енді біз дауыссыз дыбыстарды айтатын боламыз. М, Н, Ң, Р, Л, К, Х, П, Т, С, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, У. Жарайсың. Ал енді буынға бөлу жаттығуларын орындайық. Сөздерді буынға дұрыс бөлу үшін сөздегі дауысты дыбысты созып айтамыз. Мысалы, ма, та, ша, на. Жарайсың. Енді дауыссыз дыбыс дауыссыздың алдында тұрса да біз оны созып айтамыз. Мысалы, ақ, ит, от, он. Сөзді шатаспай дұрыс буынға бөлу үшін дауысты дыбыстарды айтқан кезде қол соғып отыр. Мысалы, бо, да, қан, далалық, жайлау, күз, жаңбыр. Жарайсың. Біз дауысты дыбысты қызыл түспен белгілесек, дауыссыз дыбысты көк түспен белгілейміз. Қанеке балалар, суретте не көріп тұрсыңдар? Иә, бірінші суретте жұлдыз. Жұлдыз екі буынды сөз. Жұлдыз. Яғни бізде екі дауысты бар. Ал екінші суретте домбыра бейнеленген. Домбыра. Ол үш буынды. Өйткені оның сөздің ішінде үш дауысты бар. Қанеке менімен бірге қайталаңдар. Жұлдыз, домбыра. Енді қосыңдар. Жұлдыз, домбыра. Осымен сабағым аяқталды. Назарларыңызға рахмет балақайлар.